Сәлем достар, мен экомекен жобасына қалай келдім. Осы жаздың басында ас үйде жұбайымыз және кішкентай қызым Ая үшеуміз ас ішіп отырғанбыз. Қолымда әдеттегідей ұялы телефонмен әлемдегі жаңалықтарды, елімізде болып жатқан жаңалықтарды оқып отырғам. Бір кезде қарасам, экомекен реалити шоуы хабар арнасында осындай конкурс болады деген хабарландыруды көрдім. Сол хабарландырудың талаптарын оқыдым. Қойымында бағымды бір сынап көрейін деп, қызымды шақырдым да есіктің алдына ұялы телефонымды ұстай тұршы деп, өзім ұялы телефонымды қостым да видеоға бір-екі ауыз сөз айттым. Сол лезде сол жазған видеомда анда жазылған электрондық поштасына хабар арнасынан жібердім. Сол жерде анкета толтыру керек екен, анкетамды толтырдым. Сол лезде сол жазған хатымды жібердім хабар арнасына. Көп күттірмей, біраз уақыттан кейін маған арнадан бір қарындас қоңырау шалды. Осылай аға, міне сіздің электрондық хатыңызды алдық. Жасыңыз 60-та екен, денсаулығыңыз жарай ма? Бұндай реалити шоуға шыдай аласыз ба? Өйткені мына біздің реалити шоу Қазақстанның қалаларында, тау-тасты, орманды, барлық табиғатты аралаймыз, денсаулығыңыз жарай ма деп маған сұрақ қойды. Мен айттым, мен жасым 60-та болса да мен ондай қиындықтардан қорықпаймын. Өйткені мен өзімді жақсы сезінемін, өйткені мен алкоголь ішпеймін, темекі шылым шекпеймін. Тек қана мынау осындай күнде өзі кейде 3 километр, кейде 6 километр жаяу жүрем. Өзімді денсаулығымды жақсы сезінемін. Әрине мен қатыса аламын деп айттым. Сондай онлайн дауыс беру болды. Сол онлайн дауыс арқылы мен сол экомекен бағдарламасының қатысушы болдым. Осылай қаншама адамның арасынан әйтеуір қатысушы болып, осы хабарға қатысуға сондай бағым жанып, осы хабарға кірдім. Мен үшін енді жобада қандай қиын? Деген қиыны болған мынау, медеу тау шатқалындағы мынау тастарды көтеру қиын сияқты болып көрінді. Мен өйткені алдыңғы 1-2 жыл бұрын Нұр-Сұлтан қаласында медициналық орталықта сол аяғыма ота жасатқызғанмын. Өйткені мынау аяғымдағы тізедегі сүйектеріме ота жасалып, оған маған жасанды тізе искусственный сустав қойылды. Сол жерден мен енді ойладым, енді көтере аламын ба мына тастарды, мынандай операциядан кейін тауға анандай биіктікке көтеру керек екен деп өзім ойладым енді. Бірақ енді көз қорқады дейді, қол жасайды дейді. Сол орындады берілген тапсырманы дұрыс командамызбен қосылып орындадық. Біраз қиындау болды енді. Сонау биіктікке мынау тастарды көтеру өте қиын екен. Бірінші рет тастарды көтеріп, енді қайтадан түсіп, қайтадан көтерілгенде мынау биіктікке қарағанда, баспалдақтың жоғарына қарағанда ойлайсың, ойбай, мынау қалай қиын, көтере аламын ба, шыға аламын ба деп. Содан кейін өзім биіктікке қарамай, өзімнің аяқ астыма қарауға тырыстым. Осылай бірнеше рейс жасап командамызбен, бізде командамыз ол кезде басқа қарсылас командаға қарағанда аздау болды адам, бір адам ба, 2 адам аз болдық біз. Сонда да біз өзіміздің
тапсырманы орындадық. Енді біраз ғана қарсылас командадан бірнеше секунд қана жеңіліп қаппыз. Бірақ енді ешқандай ондай несі жоқ деп өзім ойлаймын. Біздің қасымдағы командадағы достарым түгелі барлығы жақсы жұмыс жасады. Барлығымыз мынау ботагөз, міне әйел адам болса да мынау анау тастарды, сонау тастарды мынау биіктікке көтеріп, ешкім бұлай өзінің шаршағандығын көрсеткен жоқ. Осылай Сергей, Жаслан, Дәурен түгелі барлығы жақсы жұмыс жасады. Үлкен тастарды мынау жоғарға көтеріліп, өзіміздің тапсырмамызды орындадық. Жобаның көмегімен өзгердім деймін. Жоба мені біраз өзгертті деп санаймын. Өйткені мен осы жобадан кейін мен қоршаған ортаға, жан жағыма, мысалы өзіміздің қаламызда тұрған жерде мысалы басқаша мынау экологияға басқаша қарайтын болдым. Мысалы қалада болып жатқан бір келеңсіздіктер болса, мысалы көзім көрсе, мысалы өзім әкіматтың мысалы өзінің WhatsApp-ы бар, соған мысалы жіберем, осындай міне сұрақтарым бар, міне мына жерде осылай болып жатыр екен, міне осындай келеңсіздіктер болып жатыр екен, міне осындайды орындасаңыз, осылай істесеңіз деген мысалы өзімнен бір айтқан ақылдарымды жіберем енді. Солай енді жұмадағы өмірлік ұстанымызға кере әрекет жасаған кездеріңіз болды ма депсіздер? Біраз болған сияқты. Енді мен оны қалай енді айта аламын енді. Өмірде мен олай істемес едім. Мысалы ойында Жаслан, Сергейге қарама-қарсы шықтым енді. Бірақ енді өмірде олай істемес едім. Өйткені басында маған ойын бастағанда, бастапқы этапта маған Жаслан мен Сергей жақсы көмектесті. Оларға мен өзімнің алғысымды білдіремін. Бірақ енді ойын келе ары қарай ойынның ортасынан таман бұлар енді Дәурен, Жаслан, Сергей үшеуі өздерімен бір топ құрып, өздеріне тек қана өздерінің қамын ойлайтын болды. Сол үшін мен оларға қарсы шықтым. Олардың өзінің үштігін бұзуға тырыстым, бірақ енді қолымыздан келгенше ол сол үштік қалды. Бірақ енді қандай мысалы біз команда ішінде ойында қарсыластық болса да, мысалы Сергей мен, Жаслан мен, Дәурен мен қарым-қатынасымыз жақсы. Мысалы Сергей мысалы маған кейде өзі қоңырау шалып қояды, видеомен амандасып, түгел қатынасымыз жақсы. Өйткені олар түгел түсінеді, ойынның аты ойын. Ойында бізде қатынасымыз басқаша, мына өмірде барлық қатынасымыз түгел жақсы. Содан кейін ең үлкен және таңғалдырарлық жетістігім енді қандай мен жетістік деп айта аламын. Сол мен ең үлкен жетістігім деп өзімдің осындай 60 жасымда өзімнің осындай қасымдағы командада болған жастармен бірге осындай бір қиын тапсырмаларды орындай алғаныма, соған өзіме бір жақсы бір жетістік деп санаймын. Өйткені мысалы қаншама әртүрлі адамдар болады ғой менде. Сол үшін мен жастардан қалыспауға тырыстым. Сол жастармен бірге тапсырмаларды солар сияқты орындауға тырыстым. Сол менің жетістігім деп санаймын. Жоба кезінде енді есімде қалған қандай бір ерекше сәттер бар. Неше түрлі ерекше сәттер болды. Мысалы өзіміздің анау көп біраз қалаларды көрдік. Мысалы маған Қарағанды жақтағы Қарқаралы, орман парк өте ұнады. Сондай әдемі табиғат. Және де содан кейін біз Текелі жақта болдық. Текелінің табиғаты да маған ұнады.
Қапшағай, енді Алматыны өздеріңіз де білесіздер, мынау таудағы біз түсірілген медеу шатқалындағы орындаған тапсырмамыз өте бізге бір жақсы болды. Таза ауада осындай бір тапсырма орындағанда, мысалы өзіміз кішкене бір ауыр тапсырма болса да, біз кішкене бір жеңілдеп таза ауамен демалып, бір өзіміз жақсы болып қалдық. Ал енді мен жолбанды қалған достарымның, командадағы бірге болған жолдастарыма айтарым сол. Ал енді достар, берілмеңдер, ары қарай жүре беріңдер. Тек қана жеңіс тілеймін сендерге, барлықтарына сәттілік. Тек қана солай амандықпен кездесе берейік. Рахмет.